Ассалаумағалейкум қазақ елі. Тіл майданы қозғалысының мақсаттары. Бірінші, Қазақстан Республикасында тек қазақ тілі мемлекеттік тіл болуын және осыған заңды жолдармен жету. Екінші, мемлекеттік тілде көрсетілген қызмет сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу және жауапқа тарту механизмдерін анықтау. Үшінші, бүкіл мемлекеттік қызметкерлер қазақ тілін еркін меңгеруін талап ету. Заң аясында керек болса емтихан тапсыру жолдарын заңға енгізу. Төртінші, мемлекеттік тіл заңнамаларын бұзған мекемелерге заң жүзінде шара қолдану жолдарын қарастыру. Керек болғанда жаңа заң нормаларын енгізу. Әкімшілік кодекс тіл туралы заңға сілтеме жасап. Бесінші, Қазақстан Республика бойынша халық қажеттілігі туындаған жағдайда қоғамдық тыңдаулар ұйымдастыру. Алтыншы, тіл заңнамасына жауапты мемлекеттік мекемелерді анықтау және заң бұзылған уақытта неге шара қолданылмағанын анықтау және жауапқа тарту жолдарын табу, анықтау. Жетінші, тілге қатысты заңдардың шикіліктерін анықтау, қарама-қайшы болған уақытта заңды құқықтық нормаларға сай жасату және міндетті түрде осы жұмысқа тіл майданы белсенділері қатысу керек. Ол тізімді біз береміз және біз осы тіл майданы қозғалысы Генеральный прокуратурамен жұмыс істеуге дайынбыз. Ömürde duman